Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта шаңғы сабағына арналған қауіпсіздік ережесін түсіндіретін боламыз. Мұқият тыңдаймыз. Өздеріңіз білетіндей 3-ші тоқсанда 5-6 бөлім шаңғы спорты және спорт ойындары бөлімінде өтетін боламыз. Бүгін шаңғы қауіпсіздік ережесін түсіндіретін боламыз. Бізге ең бірінші шаңғы мен шаңғы таяғының дене салмағына, дене бойының көлеміне қарай таңдап алған дұрыс болады. Ең бірінші шаңғымызды аламыз. Шаңғының ұзындығы қолды жоғары көтеріп бүктегенде балақтанды. Осыған шамалас болса, шаңғы таяғының ұзындығы иық мөлшерінен жоғары болмауы керек. Иықты жанға созған кезде мына иыққа келіп тұрса, немесе иықтың дәл астында тұру керек. Сол кезде қолға ыңғайлы болады, артық күш жұмсалмайды. Енді таяқты айттық, шаңғыны айттық, таяқты. Енді оған арнайы ботинканы аламыз. Өзіміздің размерімізге шарт, немесе жылы аяқ киім кисек, бір размер кен аламыз. Бұның өкшесінде сыздығы болады, ойық сыздығы, және аяғының ұшында 3 тесік, немесе кейбіреуінде 4 тесік болады. Шаңғыға байланысты. Шаңғының креплениясында бекіткішінде, яғни 3 тесік болады. Аяқ киімді әкеліп, дәлдеп әкелгеннен кейін өкшесін сәл көтереміз. Өкшемізді сәл көтереміз. Аяқта киіліп тұрған аяқ киім ғой, өкшені сәл көтергенде 3 тесігіне ұясына отырғанын көреміз. Бекіткішті басамыз. Бірінші немесе екінші деңгейге қатты қысып орнатуға болады. Аяқты жібергенде өкшеміз кертікке дәл келіп отырады. Бұл бұрылыстарда, кілт тоқтау кезінде аяқ шаңғыдан шығып кетпеу үшін қажет болады. Аяқ киімді міндетті түрде қараймыз. Білеміз ғой, сол жағымыз, оң жағымыз. И шаңғыны да солай міндетті түрде ауыстырмау керек. Бұның жанында звездочкамен, немесе латын әрпімен L, немесе R деп оң жақ және сол жақ деген белгілер болады. Соны қараймыз. Егер де шаңғымыз оң жақ немесе сол жағымыз ауысып кететін болса, ботинкамыз дұрыс кигізілмейді, және өкшедегі кертікке дұрыс келмейді. Жүрген кезде кедергісін келтіретін болады. Шаңғы құралдарын білдік. Енді шаңғы тебуге міндетті түрде жылы киім, қолғап, жылы киім болғанда қалың емес, аса қалың емес, жылы киім киеміз. Содан кейін барлығымыз мұғалімнің рұқсатымен құралдарды алып, далаға сапқа шығып, сапқа тұрамыз. Мысалы, келдік, аяқ киімді кидік, ботинканы кидік, таяқты сол жаққа, шаңғыны оң жаққа ұстап, сапқа тұрамыз. Арағашы сақтаймыз. Содан кейін мұғалімнің рұқсатымен шаңғыны жерге қойып, аяқты жанына қойып, арағашықтық сақтап, жалпы дамыту жаттығуларды орындаймыз. Содан кейін таяқты алып, шаңғыны киіп, шаңғымен арнайы жаттығулар орындалады. Бұрылулар, еңкеулер, айналу жаттығулар, барлық жаттығуларды орындап, денеміз қыздырып, шаңғы жүрісіне немесе шаңғы жүрісіне дайын болғаннан кейін, мұғалімнің рұқсатымен шаңғы жолағымен жүреміз. Арағаштық сақтаймыз. Шаңғыны өкшемен, алдыда келе жатқан шаңғышының өкшесінен баспаймыз. Егер жылдамдықты арттыру керек болса, белгі береміз. Жолды босат. Жолды босатқаннан кейін жолақпен жүруге болады. Тағы да бір таяқ туралы айта кететін жайт, таяқтың басында үшкір бол. Өте қауіпті. Таяғымызды тек қана алдымызда ұстаймыз. Бекіткіш құралын бауынан өткізіп қолды, таяқ түсіп қалмайтындай ұстаймыз. Таяқтың басын ескерттім ба? Басы үшкір. Жанға, алдыға, артқа сермеуге болмайды. Сыныптастарының көзіне, денесіне немен жарақаттануға қаупі бар.
міндетті түрде алдыда ұстаймыз. Еңкейеміз. Жүрген кезде қарға тіреліп, итеріліп алдыға жүру кезінде қолданамыз. Және бір ескерте кетесіз, аяқтың басында домалақ немесе сопақ әртүрлі пішінде келген бұл жұмсақ немесе қалың қарға итерілген кезде аяғыңыз кіріп кетпес үшін қажет. Көп жағдайда болады, аяғы сынық. Сол кезде ауыстырып беруін сұрайсыңдар мұғалімдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.